көп ғыды-бұды дей бермей маған салмақтайды и датасын айт деген жігітке кешегі ағайындар. Бүгіннен жоқса жолығып шешіп аламыз ол мәселенің условияларын, қай жерде қалай өткіземіз деген сияқты. Көпшілік жазып жатыр да маған андай смс-тер. Сен жеңіліп қаласың, мынау деген сияқты. Енді кішкене дайындық керек, әңгіме жоқ. Себебі мен енді формада жүрген жоқпын ғой. Осыны ауырып жүрміз. Бүгін мәселені шешіп сіздерге айтатын боламыз ағайындар, бұйырса қай күні. Айтқандай, менің қызығымның ең әуелі бірінші бөлімі ол әрине келіншегім Аружан. Бұл мен өткен әрбір сағат, әрбір сәт, әрбір минут өзіндік қызыққа толы. Бұл кісінің мінезі ауа райы секілді, қай кезде қалай өзгеретінін ешкім білмейді. Білмей жүргеніме 4 жыл болды. Бәлкім дәл қазіргі жағдайы қалай екен бірге білейік. Саламатсыз ба Аружан ханым? Сізді көшеде Бауыржанның әйелі емессіз бе деп танып жатыр, тағы не деп таниды? Амина мамасы. Амина мамасы. Керемет, қандай тамаша. Бауыржанмен отандасқандарыңызға қанша жыл болды? 4 жыл болды. Бауыржан жайлы факт болса. Өздеріңіз байқағандай күрт өзгереді. Жауап бермесе болды. Бітті, жауап жоқ. Бітті осымен. Бітті. Дұрыс демеген ба? Нені дұрыс демегенсіз ба? Вау, қандай күшті. Болды, бітті. Айттым ғой. Сіздер ойладыңыздар қазір бұл сөйлеп жалғастырып. Бітті болды. Машина жылып тұр, бара берсеңіз болады. Қар ұнай ма сізге? Қар ұнай ма? Қардың өзі ұнай ма, әлде қардың жауғаны ұнай ма? Қалай айтсам екен? Осы айттым. Суық, ой. Не болсын жетіп.